армысыздар. Мына Тоқтар Абыздың ақиқат кітабынан үзінді келтіре кетейін. Жаңа мынау суретті мен енді бір хромосомаға артық жазып жібердім, 47 деп. 47 деген ол даундарда болады екен, даун ауруымен туылатындар. Негізі қазақта міне тастағы таңбадағы ақ хромосома, аминокислоталар. Бұл суретте өмірдің негізі ақ клетканы білдіреді. Мына ортасында тұр ғой. Так, бірінші суретте ғалымдардың күн басты адам жүрген адамның басын айнала қоршап тұрған нүктелер санының жалпы саны 46 болып, ортасында сақ ядросы бар жынысы белгісіз таңба салынған. Мынада екінші сурет көк өгіз көтеріп тұрған 20 елдің таңбасы шығады. Қазақтың сонау замандағы әлемді көк өгіздей алапат күш көтеріп тұр деген аңызы өмірдің негізі белок болып өзімізге қайтып оралып ғылыми дәлелді ақиқаттап отыр дейді. Хромосоманың 46 баба және XY уақыттан тұратын білеміз дейді. Аминокислота 20, ал қазақ елінің саны 20 екенін білеміз дейді. Бірінші сурет мынау баба хромосоманың белгісі, оны біз тәңір дейді екенбіз. Міне екінші сурет 20 ел аминокислотаның белгісі, оны біз таңыр дейді екенбіз. Мынаны тәңір дейді екенбіз, мынаны таңыр дейді екенбіз. Келесі үшінші сурет өмір жасаушы рибосоманың белгісі, оны біз тәңір дейміз. Төртінші сурет ден процесінің белгісі, оны біз денкір дейміз. Қазақтың дүние танымында басқалардай жаратушының есімі 99 деп лепірмейді. Нақты сөйлеп таңыр дінін бірнеше атауы бар деп санаққа салады.